Шаршау мен эмоционалды күйіп кетудің айырмашылығы қандай? Эмоционалды күйіп кету бұл тек моральдық және физикалық тұрғыда шаршау ғана емес, оған қоса жұмысқа немесе кез келген басқа дүниеге деген қызығушылықтың жоғалуы. Эмоционалды күйіп кетудің себептері қандай? Біріншіден, ұнатпайтын іспен айналысу. Екіншіден, қол жетпейтін мақсаттарға ұмтылу. Үшіншіден, жақындарыңның тарапынан негізсіз сын тағу, негатив айту. Төртіншіден, өзінің алдына қол жетпес талаптар қою. Бесінші, мақсатына қарай қозғалуда процестен ләззат ала білмеу. Егер де әлдеқашан күйіп кеткен болсаңыз, не істеу керек? Күйіп кету кезінде нейрондық тізбек бұзылады. Оны тек денемен жұмыс істеу арқылы қалпына келтіреміз. Ол үшін қолдың ұсақ моторикасына арналған жаттығулар жақсы көмектеседі. Қағазды жырту, қолда допты айналдыру, ермексаздардың мүсіндер жасау және би немесе скандинавиялық жүруде көмектеседі. Болашақта күйіп кетудің алдын алу үшін не істеу керек? Әрине, барлық кезде бірдей сергек болу мүмкін емес. Кейде шаршайсың, кейде көңіл күйің болмайды, кейде бастығың шаршатады. Келешекте күйіп кетудің алдын алу үшін өзіңізге жүйе ретінде қарап үйреніңіз. Не істесеңіз де ортан қолды жасауға арланбаңыз. Бәріне бірдей көмек беру қолдан келе бермесі анық. Қолыңыздан келмейтін іске тыраштанбаңыз. Егер де күйіп кетудің алдында тұрсаңыз, не істеу керек? Демалыс алыңыз. Барлық істерді тоқтатып, назарды жұмыстан басқаға аударыңыз. Қиын болып көрінгенімен өзіңізді ойлағаныңыз жөн. Әрине, жауапкершілік болған дұрыс. Жұмыс, отбасы, тағы да басқа жоспарларыңыз бар дегендей. Алайда бірінші кезекте өз денсаулығыңыз тұруы тиіс. Пайдалы кеңесіміз ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.